Бағила қайтыс болыпты. Көршісі телефон шалды. Ертең сағат 12-де шығарады. Жанашыраға жақын жегжатым деп сізді арнайы тапсырып еді. Міне, 3-ші күн. Әрең таптық. Оған айып етпессіз, Деді салмақты егде әйел даусы. адресі мынадай. Жерлеуі ертең. Деді сөз соңында тағы да. Мен абдыраған қалпымда отырып қалдым. Бағила деген кім? Маған қаншалықты қатысы бар? Әлде көрші әйел қателесті ме? Жоқ. Әуелі аты жөнімді сұрап алды ғой. Мадияр ағай сіз боласыз ба? Онда ғафу етіңіз. Жайсыздау хабар. Сізге жерлес болса керек, Бағила деген әйел. Жерлес? Иә, есіме түсті. Орталық кітапханада істейтін. Бұдан 20-30 жыл бұрын ол кезде ғылыми залға жиі барып, ұзағынан отыратын едім. Бағила осы бөлімде істей ме, әлде басқа қойма тарабында ма, әйтеуір қажетті кітабымды өз қолымен әкеп береді. Кітап әкелмесе де маған бір көрініп сәлемдесіп кетеді. Әлдене кешігіп жатса, зыр жүгіріп тауып әкелетіні бар. Сыртқа шығаруға болмайтын кейбір қат кітаптарды үйге алып берген есімде. Көз алдыма келді. Бойы ортадан төмен толықша, шашын желкесіне түйіп, алдын аз-маз бұралап қоятын. Бауырсақ мұрын, томпақ бет, жанары мұңды. Күлгенде де именшектеп тұрғандай көрінетін. Аға, жеңіс қан ішкенін қоятын емес. Енді не істеймін? Деді бір қалт еткенде. Не айтасың? Өзінше көңіл аулап, кеңес берген болдым. Аға, жеңіс қан жұмысынан қуылды. Салақтап бос жүр. Деді келесіде. Оған не қайран? Аға, күйеу балаңызбен айырылыстым. Деді тағы бір заматта. Адамшылықтан кетіп қалды. Басқасы аздай қол тигізетін болды. Бұған енді сөз жоқ. Жассың, өмірің алда деп жұбатқан болдым. Шынында да, өмір алда 30-ға келмеген. Бағила, Жақын ағам болған соң айтып жатқаным ғой. деп көзін бір бұлап алды. Жақын көретіні ауылымыз бір. Ауыл бір болған соң, қарға тамырлы қазақ, тым құрса 12-ші атадан тапсасың. Оның үстіне бір мектепте оқығанбыз. Бізден 3-4 сынып төмен. Топ-толық томпиған кішкентай қыз болатын. Мен университеттің соңғы курсында жүргенде ғой деймін. Алматыға келіп оқуға түсті. Онысын бітірер-бітірместе күйеуге шығып, ауылдас ағасы ретінде мені тойына шақырып еді. Одан соң, иә, бақытсыз. Мүмкін мен көрмеген 20 жыл ішінде басқаша ғұмыр кешкен шығар. Ләйлім солай болғай. Иә, соңғы көргенім есіме түсті. Аға, мені жұмыстан шығарып жатыр. Деді. Көзінің жасы бора-бора. Кітапхананың сыртқы дәлізі. Менің қашан қайтарымды аңдып тұрған сияқты. Енді қайттым. Аға, сізден басқа сүйенішім жоқ қой. Енді мүлде қаңғып қалдым ғой. Аға, Міне шатақ. Ештеңені бүлдіріп алған жоқсың ба? бүлдіргем жоқ аға дейді. Деді. Мені жалғыз басты жесір әйел деп әбден басынған. Осында бір туысына орын керек болып тұр. Содан сынықтан сылтау іздеп. Не сылтау? Дедім мен. Профессор Абдоловтың сұраған кітабын шатастырып, ол кісі шу көтеріп. Тағы не? Ол бұрнағы күні. Бүгін түнде қар жауды ғой. Автобус жүрмей жұмысқа кешігіп қалдым. Тағы не? Дедім. Көзінің жасы тыйылған, бірақ беті құрғамаған. Бағила жымиып күлді. Бары осы-ақ аға. Онда жүр дедім. Киімімді қайта шешіп, гардеробқа тапсырып, бастығыңа барайық. Бардым. Шегеде қатқан, сепкіл бет, қара сүр әйел еді. Осы жақында ғана қолқалап, әлденендей кездесуге шақырған. Атақты ақын, белгілі драматургпен бірге. Соңынан осы кабинетте отырып шай ішкенбіз. Жылы жүзбен қарсы алды. Бірақ мен қазақ жөнімен бұйымтайымды айтқан соң, қатайып сала берген. Анау да мынау, пәленде түген. Айналып келгенде, жаңа өзім естіген аз-мұз кінәрат. Оған қосымшасы қиялы бірдеңе деді. Мәңгу. Кейде кітап сөрелерін айналып жүре беретін көрінеді. Жалғыз кітапты жарты сағат іздейді. Кейбір сирек кітаптарды табу өте қиын, дедім мен. Сіздер осы жаңа ғимаратқа көшкеннен бері түгел араласып кетті. Ал енді кемшіліксіз кісі жоқ қой. Жағдайын айтып, мепаздап, әуелгі сөздерімді қайталадым. Ем болмады, қатая түсті. Айналмалы үлкен кресло қырындай шалқайды. Қабылдау бітті. Мұныңыз жарамады, дедім мен. Қазақшылыққа келмеді. Қазақшылықты қою керек, деді бастық. Осыдан соң қоямыз, дедім мен. Телефоныңызды рұқсат па? соғыңыз. Деді бастық немқұрайлы. Мен министрдің орынбасарына соғам. Соншама қиын шаруа екен. Бастық дағдарып қалды. Біз Апекеңмен университетте бірге оқып, пәтерде жатқанбыз, дедім. Мен телефон тұтқасына самарқау қол созып. Енді амал жоқ, жарар. Деді бастық.
Сіз сұрап тұрған соң, бірақ өзіне ұғындырып ұрсып айтыңыз, ширамаса болмайды. Содан соң маған келсін. Бағила жұмысында қалды. Одан кейін не болғанын білмеймін. Ақырғы түйіні мынау. Хош, естідік, есімізге түсірдік. Енді ертеңге қалдырмай, көңіл айтып, соңғы бір міндеттен құтылып шыққан жөн. Қала шетіндегі ескі микроаудан мүлде тозып кеткен тәрізді. Көше лайсаң, жол атаулы ойылған, тесілген, 2-3 рет машинаның түбі тасқа тиіп, қиқалақ-шиқалақ жүріспен, ретсіз салынған, одан да ретсіз нөмірленген, сұрықсыз, өңшең, 5 қабат, құрама тақталы текшелердің арасымен ілгерінді кейінді неше айналып, қажет санымызды әрең таптық. Қазақ қайтқан аулада киіз үй тігілер еді. Ошақ асылып, от жағылып, қаралы шаруа үстінде қаншама кісі жүрер еді. Онда ештеңе жоқ. Бірақ мен алған адрес осы. Ортаңғы даланың 1-ші қабаты екен. Қоңырқай, дерматин, тысы жыртылған кірлеуіт есік саңылауы. Арғы жағынан әйелдердің өксіген жылаған емес, әлденеге дабырлаған дыбыстар шығады. Мен бөгелеңкіреп қалып едім, есік айқара ашылды. Ойбай, кешіріңіз, келіңіз. Басына қоқитып, жеңіл түбіт орамал байлаған, орта жастағы әйел кері шегіне берді. Мен босаға аттағанда үйдегі дабырда тына қалған. Қуықтай ұзыншақ дәлізбен ілгері оздым. Төрде көнетоз диванда егде тартқан тағы 3 әйел отыр екен. Дүркірей орындарынан көтерілді. Мен ешқайсысын танымасам да, қазақ рәсімімен жеке-жеке қауышқан ишара жасап, содан соң жадау бөлмедегі жалғыз орындыққа отырып көңіл айттым. Шырағым, алдынан жарылқасын, деді ортаңғы. Сірә үлкені де осы болса керек. Басына қоңыр орамал салған, жалпақ бет, тәмпіш мұрын сары әйел. Біз тума жекжат емес, қызметтес емес, бәріміз де құдай көрші боламыз. Мына кісілер кейінде келген, әуел бастан қатар тұрып жатқан мына мен едім. Солай шырағым, енді біз атқармағанда кім атқармақ? Өткен айда анау көрші үйде бір кемпір қайтыс болып, үлкен халықтан екен. Осы қаланың ішінде тұратын ұлы да бар, қызы да бар. Өлігін алатын кісі табылмаған. Әйтеуір қазақтың қазақшылығы тұрғанда көптеп, көмектеп дегендей ешкім көмусіз қалмас. Шырағым, өзіңді танып отырмыз. Әнеу күні теледидардан көріп едік, көрдік қой. Қасындағы әйелдер бас изеді. Марқұм Бағилада айтып отыратын. Анау кітаптарыңызды көрсетіп, мақтанып. Қартаң әйел қарсыдағы жалаңаш қабырғаның жоғарғы терезе жағына кісі бойы биікке бекітілген сыңар сөрені көрсетті. Жалғыз бөлмедегі бар жиһаз осы. Үлкенді кішілі аз ғана кітап тұрған жүдеу сөре мен жазылмалы көнетоз диван ғана сияқты. Қартаң әйел сөзін одан әрі сабақтады. Осындай ағамыз бар деп дардай болып отыратын. Кейінгі кезде мезгілінен бұрын зейнетке шығып, қиналып, тарығып жүргенде тіпті дәрігерге қаралатын укол салатын жағдай болмады ғой. Сонда айтсақ, бармайсың бағаңа, көмек сұрамайсың ба десек, ұят болады. Ол кісінің мазасы кетеді, ойы бөлінеді дейтін марқұм. Енді міне, ешкімнің мазасын алмайтын жерге кетті. Алла разы болсын, елеп ескеріп келгеніңізге. Марқұм, қандай кірпияз жан еді, қандай мейірбан еді. Қашан көрсең жымиып күледі де тұрады. Тек жалғыз қызын айтқанда ғана көкірегі қарс айырылатын мынау қызын. Төрдегі төбесіндегі ескі диван тұсына ілінген шағын жұпыны кілемнің жоғарғы жағында шынылы қарапайым кәсек ішінде тұрған суретке нұсқады. Бағиланың сірә оқуын бітіріп жұмысқа жаңа тұрған жас кезі, шашын төбесіне түйген, көзі күлімдеген, томпиған сүйкімді келіншек. Алдында 2-3 жасар қыз бала, шашы келте қиылған, төбесінде ақ суыртпақ, өзі де аппақ, көзі үлкен екен, сірә әкесіне тартқан. Мен бұл баланы білетін едім. Деді егде әйел сөзін жалғастырып. Іштен шыққан қиын ғой. Тұрып кетудің реті жоқ, амалсыз әңгіме тыңдап отырмын. Жас кезде не болмайды, өзі де қатты өкінетін. Сірә манаға әңгіменің жалғасы. Бар сырын үлкен демей маған айтушы еді. Алғашқы күйеуден опа болмады. Сөйтіп жүргенде жақсы бір жігітке кездестім дейді. Әй, қай бір оңған дейсің? Аңды тастасаң қана аламын депті. Апыр-ай, деді әйелдердің бірі айран асыр болып. Мен де таң қалдым. Содан дегдомға өткізген ғой мына қызды. Апта сайын барам, көріп бетінен сүйіп жүрдім дейді. Содан әлгі екінші күйеуде опа бермей, Құдай-ау, бұл күнде жөні түзу еркек бар ма? Айырылсады ғой. Енді баласын қайталайын деп барса? Егде әйел көзі бақырайып, тыңдаушыларын түгел шолып шықты да, аузын ашқан бойы бөгеліп қалды. Иә десті қалған әйелдер жамырай үдірейіп. Мен де шіміркеніп кеткендей едім. Алайын деп барса, дегдомды басқа жаққа көшіріп жіберіпті дейді. Әлде Ноғай бір, әлде Орынбор. Әйтеуір арғы орыс ішіне. Сөйтіп не бай жоқ, не бала жоқ.
сопа басы аңырап қала береді ғой. Бұл кезде әлгі қызы мынау 7-8 жасқа келіп қалған, ес біледі. Шешесін қалай ұмытсын, бір жерден шығар деп үміт етіп жүреді ғой. Онысын біз қайдан білейік? Осы үйге жаңа ғана көшіп қонғанбыз. Көрші болған соң араласпай тұрмайсың. Бір күні келсем, еңіреп жылап отыр. Шошып кеттім. Жылап отырып күледі. Сөйтсем қуаныштан. Қызы табылыпты ғой. Мен қозғалақтап кетсем керек, Мәке, деді. Қартаң әйел әңгімесін үзіп. мына қаралы үйде тек қатындар ғана отыр екен деме. Еркектеріміз түгел осы марқұмды жөнелту қамында жүр. Келіп қалса керек еді. Асығып отырған жоқсыз ба? Жоқ, әңгімеңізді айта беріңіз, дедім мен. Содан, деді Бағиланың көршісі әңгімесін одан әрі жалғастырып. Көзі ашық, оқыған әйел емес пе? 4-5 жыл бойы тынбай іздестірген ғой. Мәскеуге дейін сұрау салған. Ел аман, жұрт тыныш, қайда кетті дейтін соғыстың кезі емес. Табады ғой ақыры. Ленинградта тұрады екен. Тұрғанда диктомда 5 класста оқиды. Әлия Молдағұлова атындағы мектепте. Біздің Әлияның атында мектеп бар екен ғой, Ленинградта. Әлия да батыр болғанға дейін сонда тұрған. Диктомда сол мектепте оқыған. Көп орыстың арасындағы жалғыз қазақ. Бағиланың қызын айтам. Аты Балжан, жалғыз қазақ. Бірақ Әлия да қазақ қой. Мектеп соның атында. Тәрбиешілерге де, оқушыларға да түгел сыйлы, әрі үздік оқиды. Ойбой, Деді әңгімесін кілт үзіп, маған бажайлай қарап. мына үлкен кісіні онсыз да өзі білетін қысыр кеңеспен бөгеп қалыппыз. Әңгіме бұзау емзеді. Енді келімді кетімде ешкім бола қоймас. Шаруамызға кірісейік. Мен орнымнан тұрдым. Қалай марқұмның керек жарағы, Бәрі түгел, шырағым. деді егде әйел. Көптеп көмектеп дегендей жерін алдық. Қабірақысы бар. Ақыреті дайын екен. Өзі тапсырып көрсетіп кеткен. Ауылдан немере ағасы мен тағы бір туысы қой сойып әкелді. Жерін көрем деп зират басына кеткен. Сорлы. Тұзы жеңіледі, орала кетті. Бәрі бар. Жөн-ақ, рахмет сіздерге, дедім мен. Бар болса да артықшылық етпес деп, әмиянымды алып, 3-4 көгала қағаз ұстаттым. Құран оқытыңыздар, Сорлы. Кетті ғой жылай-жылай. деді. Менің атым Бағира болады. Деді. Атымыз ұйқас, үйіміз іргелес, мұңдас едік. Мен де жалғыз қызымнан айырылып едім. Ол тірідей болса мен бір жола. Әйтеуір бір жаман ол бар. Қартайғанда тауып алған. Деді сосын жүзі жылып. Автобуста шопыр. Алда риза болсын сіздерге. Деді. Кешке қазақ жөнімен марқұмның қонағасы. Сағат 8-де. Әлгі немере ағасы сізді сұрап отырды. Бір класста оқып едік дейді. Уақыт тапсаңыз келіңіз. Мен бас изедім. Олдан келген кісілерге көрінген жөн. Елдің жағдайын сұраймын. Ең бастысы жаңағы әңгіменің аяғын есту керек еді. Айтылмыш мезгілге келдім. Жоғарғы қабаттан орындық тасып жатыр екен. Сірә, ол да сырттан. Биік жазылмалы диванға тірей, ұзыншақ стол қойылыпты. Шағынырақ тағы біреуін әкеп жалғады. Сыртта есік алдында тұрған ала көлеңкеде амандасқан 4-5 кісімен бірге кірген едік, мені төрдің төбесіне шығарды. Мадияр, жаңа қараңғыда мені танымадың. Деді дәл қасымда диванда мұжырайып отырған қырмасақал кәрі шал. Мен Есілбаймын ғой. Қысқа алғызған ақшулан басы, әжімді маңдай, суалған ұрт, сорайған жағы, бері дегенде 75-ке нұсқап тұр. Бірақ сөз ыңғайына қарағанда, мана айтылғандай Бағиланың менімен бірге оқыған немере ағасы ендеше әлі 60-қа келген жоқ. Мынау Жахан ғой. Деді қасындағы, дәл өзіне тете, мұрты сарғайған, көзі шүңірейген қара шалды көрсетіп. Есіңде ме? Бір класс жоғары оқыды ғой. Мен бас изедім. Бізге нағашы болады. Бағиланың мұндай хабары жетіп жатқан соң отыра алмадық. Әнеу жылы ауылға бір келіп кеткен. Одан бері қатынасымыз жоқ еді. Бірақ енді туыстың аты туысты. Жол қаражатымызды тауып, асығып-үсігіп жеткеніміз осы. Жалғыз қызы да келіп қалама деп едік, үлгермей жатыр. Марқұмның қонағасына біз бар, көрші-қолаң бар. Әйел еркек 10-15 кісі жиналып қалыпты. Тоңтарыс болмаса да көлеңкелі дастархан үстінде әңгіме тағы да Бағиланың жалғыз қызын ауды. Менің байқауымша ауылдан келген туыстарының бір тараптағы хабары шамал сияқты. Көрші әйелдің сөзін мақұлдаумен ғана отыр. Айналайын-ай, қайтсын. Деп қояды ара-арасында. Бір күні Деді көрші әйел манаға әңгімесін үзілген жерінен сабақтап. Бағила жайраңдап келіп мені шайға шақырды. Қуырдақ қуырып, шампан алып қойыпты. Сөйтсем қызы мектепті бітіріп, сол Ленинградқа оқуға түсіпті. Байқұс сондағы түрін көрсең, енді бұдан артық қандай қуаныш болсын. Көрші болған соң көріспей тұрмайсың. Анда-санда сұрап қоям. Бәрі жақсы.
Ақыры не керек, күндердің күнінде осы үйге бас сұқсам, Бағила байғұс тағы да мұңайып отыр. Жылап бет аузы ісіп кеткен. Ойбай, Құдай, тағы не болып қалды деймін ғой, томсарып отыра береді. Ауырдың ба? Жоқ. Жұмыс па? Жоқ. Әлгі қыз деді. Күйеуге тиіп кетті. Құтты болсын. Жоқ дейді. Қазақ емес, мұсылман емес, орыс па? Орыс та емес, неміс. Неміс деген жұрттың мұсылманшылығы күшті болады деймін. Біздің ауылдағы немістің бәрі қазақша судай. Не керек, әрең жұбаттым. Сөйтіп сол қызы сол неміс жігітімен тұрып жатқан. Бағила марқұмның ендігі уайымы. Қызы бала көтермей жүр екен. Кейде қазір заман басқа, әлі жас, қызметіне бөгет болады деп, тері тартынып жүрген шығар деп қоятын. Қызына барды ма? деп сұрады отырған әйелдердің бірі. Жоқ, қанша шақырса да бармады. Балалы болған кезде бірақ көрінем депті. Қызы келді ме? Телефонмен сөйлесіп тұрса керек. Дигдон түгілі қолында өскен баланың өзі жат бауыр болып барады ғой. деді тағы бір әйел. Тәпір болды ғой тікел. Мүмкін кішкентай кезінде тастап кетті деп өкпелі шығар. Тастайын деп тастап па? деді Бағира. Тастаған жоқ қой. Уақытша ғана беріп, айырылып қалған. Ананың аты ана емес пе? Ана ол біздің кезімізде ана. Бүгінгінің анасында да, баласында да бұрынғы мейір қалмады ғой. Мен де ақырына дейін атқарайын деп, ертеңіне тағы келдім. Әйелдер мәйітті ақ жуып арулап жатқан сияқты. Көрші қолаң тағы бір белгісіз адамдар есік алдында 20 шақты кісі жиналып қалыпты. Есілбай құрдасым жан қалтасынан алып, менің қолыма умаждалған бір жапырақ сары қағаз ұстатты. Жауап телеграмма екен. Ленинград, яғни Санкт-Петербург поштасынан. Сіздер телеграмма жолдаған азаматша Ертісбаева Балжан бұл адресте тұрмайды. Тітіркеніп кеттім. Содан соң қағазға қайыра қарадым. Балжанның тұрмайтын адресі Нева проспектісі 3-ші үй, 7-ші пәтер екен. Сасқалақтап телеграмманы Есілбайдың қалтасына қайтадан тықпалап салдым. Жоқ, деді Есілбай. Бағира айтады, көрші әйел. Күйеуі неміс болса, сірә Германияға кеткен. Біздегі немістер де түгел кетіп жатыр ғой. Топырақтап бұйырмады. Өз бауырың жат бауыр болды ғой, деген осы. Мәйіт үйден шыққанда соңынан дауыс айтылмады. Туған жоқ, туысқан жоқ, кім айтсын. Тек көрші әйел Бағира ғана көзіне жас алып, Хош, топырағың торқа болсын, деп жатты. Кеше қабырғада тұрған көне тоз, шағын кілемге оралған мәйітті ашық тұрған жүк машинасына салды. Шопыры, жұмыс киімді жас бала. Әлгі Бағира айтқан ол сияқты. Машина үстіне мәйіт қасына екі жеркек отырды. Тағы бір ескі москвич. Екі жерлесті мен қасыма алдым. Бұрындай зиратты бетке алып жүріп кеттік. Жалған деді Есілбай. Бәріміздің барар жеріміз осы. Тіршілікте бейнет, Деді Жақан. өлгенде не күтіп тұр? Қала сырты, бауыры жазық жайпақ төбе, түскі бет, жапырлаған зират, құлазыған жүдеу көрінес. Партиялық басшылықтан тыс мансабы, атақ дәрежесі жоқ қара халыққа Совет заманында бөлінген жер. Таптық теңсіздік өлгеннен соң да сақталады екен. Екі қары жердің өзінің айырмасы бар екен. Төменіректе қатар-қатар қазылған, сар топырағы шығып жатқан 3-4 тайын қабірдің шеткісіне тоқтадық, Мұнда әлі өлмеген кісіге көр қазылып қояды екен. деді Есілбай. Сонда қабіршілердің өлім тілегені ғой. Жаман ниеттен емес, дедім мен. Қала үлкен, халық көп, үлгермей қалады ғой, өлікті атқару жеңіл болсын деп, Мейлі. деді Есілбай. Құдая, мына жерде жату өлгеннен артық қайғы шығар. Осы зираттағы маман жерлеушілер 3 жерден белдеулеп салынған ақ орамалмен саумалап мәйітті қабірге түсірді. Ақымға ыңғайлады. Жұрт қатарлы бір шөкім топырақ салған соң, мен сәл-пәл шегініп тұрдым. Бейіт басына жеткен 7-8 кісі кезектесіп көрге топырақ тастай бастады. Кенет қабірдің бас жағында Бағиланың жамағайын екі ағасының ортасында тұрған бейтаныс әйелді көзім шалды. Ұзын, қонымды қара пальто киген, басы жалаңаш, қысқа қиылған қап-қара шашы бетіне төгіліп, сәл-пәл төмен қарап, мұңды кейіпте үнсіз тұр. Беті буалдыр, бірақ өте өңді, жасы 30-дар шамасындағы мойыл көз ақ құба келіншек екені байқалады. Балжан, Келіпті, жетіпті, қалай келеді? Сол мезетте Есілбай қасына тасталған күрекке қарай емініп, орнынан жылжып кеткен. Қаралы әйел тасада қалды. Келер сәтте қанша үңіле қарасам да, қабір басындағы жалғыз әйел, қаралы келіншек, Бағиланың қызы Балжан көзге түспеді. Жоқ болуға да тиіс еместі. Өйткені мен жақсы білем. Бағила байғұстың жалғыз қызы бұдан 31 жыл бұрын шетінеп кеткен, яғни өлген. Ол кезде біз де жаспыз. Жұмыс жаңа басталған, тұрақты мекен-жай жоқ. Алматының әр тарабынан ыңғайлы пәтер жалдап тұрушы едік. Арлы-берлі көшіп,
өр беттегі горный гигант аймағына орныққандай едік. Оқуын бітіріп жұмысқа кірген Бағила да күйеуі Жеңісхан және 3-4 жасар қызы Балжанмен дәл біздің көшеде тұрады екен. Жаз ортасы болатын. Бір күні, кезекті бір демалыс күні, Бағила кір жуып үйде қалады да, Жеңісхан қызын ертіп серуенге кетеді. Қасында әлде қызметтес, әлде ауылдас бір бойдақ жігіт бар. Тауға жапсарлас бақ ішіне жеткен соң, екеуі үлкен алма ағашының түбінде отырып, қойындарына тығып әкелген 2 жартылықты шығарады. Аздан соң бар дүние ұмтылады. Ал бала, іші пысқан бала ағашқа шығып, көк алманың ең үлкенін алғысы келеді. Үлкен алма, әдемі алма биікте, өрмелеп бара жатқанда тайып құлапты, Тым биік емес, дейді Жеңісханның бөтелкелес досы. құлайды деп ойлағанымыз жоқ. Қайткенде де төбесінен түсіп, мойны үзіліп кеткен. Бағиланың өкіріп жылағаны есімнен кетпейді. Өте ауыр жағдай. Бір заматта үрпиіп отырған, тоқтау айтқан жұртты түк көрмеген, қып-қызыл көзімен сыпыра сүйкеп, кеудесін керіп, басын шалқайта беретін, қайтадан аңырады. Балжаным, ақ қозым, ақ лағым, 3 жыл 7 ай өмір сүрдің, құлыншағым, неге осындай бақытсыз болдың, құрағыңнан қиылдың. Кенет маған қарады. Ағатайым-ау, өзегім өртеніп барады, енді қайттым, неден сорлы болдым. Өмір бар жерде өлім бар. Осы ғұмырда талайдың қайғысына көңіл айттық. Бірақ дәл осы, жас сәбиінен айырылған ананың зарынан ауыр әсер болмапты. Енді қайттым, неден сорлы болдым. Біліп айтыпты, шынымен сорлаған екен. Өмірінің ең соңғы түйіні, кішкентай қызын іргедегі баққа өз қолымен шығарып салған сәт екен. Қиял әлемі көмекке келеді. Балжан өлген жоқ, бір жерде жүр. Өлген, қайда екені белгілі. Тек тірі болса, биыл мектепке барар еді. Биыл кәмелетке толар еді. Биыл оқуын бітірер еді. Міне, тұрмысқа шықты. Өліп кеткен сәби өзімен бірге жасаған. Бәлкім, елес емес, әруақ шығар. Онда 3-4 жасар сәби болуы керек қой. Әлде, әруақтың да өзінше ғұмыр кешуі бар ма? Сәби әруақ өсіп, ер жетсе, егде әруақ қартаюы керек қой. Онда өткен әруақтың бәрі қиямет қайымға қартайып жетпек. Жоқ, болмайды екен. Әруақ емес елес, нақты жанды елес. Бәлкім, елес те емес, маған солай көрінген шығар. Анығы, бұдан 30 жыл бұрын дүниеден көшкен сәби, өзін тапқан анасы көр қойнына енген сәтте шынымен бір жола өлді. Буылдыр елес жер бетінен жоғалды. Қабір басындағы Балжан анасын ғана емес, өзін де жоқтап тұр екен.